Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің қояным бар. Біз бүгін сабақта мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздер бойынша мазмұнын сипаттаймыз, суреттер бойынша қарапайым сұрақтар құрастырамыз және толық жауап береміз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударайық. Аю, медведь. Бұл ақ аю, это белый медведь. Қоян, заяц. Әдемі қоян, красивый заяц. Қорқақ қоян, трусливый заяц. Қатар, ряд. Тағы да қайталайық, балалар. Аю, медведь. Бұл ақ аю, это белый медведь. Қоян, заяц. Әдемі қоян, красивый заяц. Қорқақ қоян, трусливый заяц. Қатар, ряд. Балалар, жаңа сөздермен сөз тіркестерін және сөйлемдерді құрастырайық. Қоян кішкентай, заяц маленький, аю үлкен, медведь большой. Ал енді сөйлемдерді құрастырайық. Менің қояным бар. У меня есть заяц. Менің аюым жоқ. У меня нет медведя. Балалар, ал енді оқылым тапсырмасына назар аударайық. Менің ойыншығым көп. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. Қуыршақтар қатты. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Олар қоян, аю, күшік. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Бірге қайталап, оқимыз, есімізге сақтаймыз. Ал балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, сұрақтарға жауап жаз. Бұл не? Ол қандай ойыншық? Бұл қоян, ол жұмсақ ойыншық. Бұл кім? Ол қандай адам? Бұл менің әкем. Ол жақсы адам. Балалар, сендер байқадыңдар ма? Қазақ тілінде кім деген сұрақ тек адамға қатысты қойылады. Ал басқа жанды, жансыз заттарға не деген сұрақ қойылады? Мысалы, кім ата, кім әже, не қоян, не аю. Ал балалар, енді өзімізді тексеру үшін келесі тапсырманы орындап көрейік. Суреттердің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Жақсы, балалар. Олай болса, бүгін біз сабақта не үйрендік? Есімізге түсірейікші, балалар. Біз бүгін жаңа сөздермен танысып, сөз тіркестерін құрастырдық. Суреттер бойынша сұрақтарға жауап бердік. Кім және не деген сұрақтардың қойылу ретін білдік. Жарайсыңдар, балалар. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар.